Қайшыда шақырып алды, тамақ ішейік. Өзі жақсы дайындап, не үшін шақырып алған? Қайшыда? Өзіңіз де тамақ істей аласыз. Еще жақсы жасайсыз. Не үшін шақырып алғансыз? Кафеден ішейік деп. Азамат, үйінде әйелің болса, бала-шағаң болса, ол жарайды, жақсы болып пісіріп бересің, олармен отырып, бір жанұя болып отырып ішесің. Үйінде ешкім жоқ болса, тамағың өтпейді ғой. Мынау жалғыздық Аллаға керем жарасқан дейді, жалғыз қалған жаман екен. Соны саған айтайын деген Азамат, егер де ертең үйленетін болсаң, әйеліңді құрметте, бағала. Өйткені сол тамақ жасап беретінде, үйдің ұйытқысы қалатында сол әйел адам. Ертең мен сияқты жалғыз қалып қалсаң, анау не асың өтпейді, не ұйқың қанбайды. Ұйқың емес, ішкен асың ас емес. Әйеліңді бағала, әйеліңді құрметте. Сол кезде жақсы ер боласың.